екі әпкем де тұрмыс құрып, анам екеуміздің мойнымызға барлық тірлігі артылды. Ештеңеге үлгермейміз. Анам да баяғыдай емес, ауырып қала береді. Әжемнен еститініміз тек ұрыс. Мына екеуі былжырап жүргеннен басқа пайдасы жоқ деп әбден жүйкемізге тисе де ештеңе дей алмаймыз. Мен басында айтқандай, ауылдың күнге күйген қара торы қызбын. Елдің қыздары сияқты сұлулығым да жоқ. Мектепте де, көршілерімнің арасында да ешқандай жігіт сөз айтпақ түгілі ұнатпады. Әпкелерім сияқты кішкентай әдемілеу емеспін. Әпкелерімнің көздері ботадай сүйкімділігі бар. Сол сүйкімділік пен сұлулық маған келгенде жетпей қалғандай. Әжеме тартқан қысыңқы көздерім бар. Әйтеуір әдемі емеспін. Не анамның сұлулығы, не әкемнің бойшаңдығы бойымда жоқ. Әжем сияқты бойым кішкентай десе де, әжем сияқты дүние құмар емеспін. Сол үшін кейде қуанамын. Жазғы демалыс. Әжемнің кенже қызы қалада техникалық колледжде мұғалім еді. Тұрмыс құрған, балалары бар. Сол үйге келіп мені оқуға алып кетемін дегенде қуаныштан төбем көкке жетті. Әжем кенже қызына ештеңе дей алмайтын. Жібергісі жоқ, әрине. Ол әпкемде мені қайбір аяп оқытқысы келіп жатыр дейсіз. Басшыларынан бұйрық түскен. Әр мұғалім колледжге оқушы әкелуі тиіс деген. Дәл сол жылы менің 9-шы сыныпты бітіруіме келіп тұр. Ешқандай ақша шығыны болмайтынын айтқанда, әкем де, әжем де рұқсатын берді. Сол күннен соң менен ұйқы қашты. Алғаш рет қалаға шыққалы жатырмын ғой. Қобалжудан тамақ батпайды. Ойыма қайдағы нәрселер түседі. Шіркін-ай, уақытта тоқтап қалғандай. Жаңа өмірге асыққан мен ол жақтан бақытты болатыныма сенген едім. Ауылдан басқа ешқайда шықпаған мен қалаға бара сала бүліндім. Әпкем мені үйіне кіргізбеді. Оқудың жатақханасында тұрдым. Аядай тар бөлмеде 4 қыз жатамыз. Шыны керек, мен оқитын техникум колледжде көбі ер бала. Сонан ол жердегі оқитындар ауылдың мен сияқты түк көрмегендері десем қателеспеймін. Я, қаланың жергілікті тұрғындары да бар, алайда мінездері біртүрлі. Бұлай көше кезген бұзақылар. Қалаға келдік деген желеумен қасымдағы қыздарға еріп, боянуды, қысқа ашық киінуді үйрендім. Бұның бәрі бір кездері маған арман еді. Өзімді еркін санадым. Мұғалім әпкемді тек сабақта көремін. Демалыста үйге кел деп айтпайды. Мен де ол үйге баруға құштар болмадым. Демалыс болса, саябақтарды қыздармен қыдырғанымыз күшті еді. Қалаға келгеніме 6 ай болғанда мен сорлы жігітпен жүре бастадым. Көзімді қара карандашпен қап-қара қылып бояп, өзімді сұлу санай бастадым. Одан оқудағы менен бір курс жоғары оқитын шала қазақ Андрей деген жігіт ізімнен қалмай жүрді. Қазақша орысша аралас сұлусың, әдемі қызсың деген сөздеріне мас болдым. Андрей көше бұзақысы, папасы жоқ. Мамасы ғана бар, сол қалада тұрады. Сол жігіттің күйдім-сүйдім дегеніне сеніп, төсекте табысатын болдым. Жүкті боламын деп мүлдем ойламадым. Әйтеуір ессіз құмарлық. Аяғым ауырлап, ішім білінгенде ғана есімді жидым. Сабақ бітіп, 1-ші курсты аяқтағанда ішімдегі сәбиім 4 айлық болды. Қарным домаланып шыққасын, мұғалім әпкем дәрігерге апарып тексертті. Сол кезде жүктілігімді біліп, шашымнан сүйреп сабағаны есімде. Біраз акушерканың алдына бардық. Алайда бәрі бастарын ала қашты. 18-ге толмаған қызға әрі бала өсіп кеткен түсік жасамаймыз деп шығарып салды. Ауылға жібере салайын десе, мұғалім әпкем әкемнен өлердей қорқады. Әкем екеумізді де асып өлтіреді. Ауылдағыларға жазғы сабаққа қалды деп менің артымды жапқан әпкем маған ашулы. Менің жағдайымды әжеме айтқан. Ол келіп әбден таяқтады. Ашуы басылғандай, соңында әпкем екеуі ақылдасып, бөлек пәтер жалдап, сол үйде жалғыз өзімді тұрғызды.
Басқа ешқайда бара алмаймын. Әйтеуір әр айдың аяғында түсетін стипендияға әзер жетемін. Әжем тек пәтердің ақшасын ғана беріп отырды. Тамаққа ақша бермей, осы үйде аштан қата қал, өлесің ба, басқа қыласың ба, өз еркің деп кете барды. Жылағаннан басқа шарам жоқ. Андрейге жүктімін дегенде төбесін көрсетпей ғайып болды. Тоя тамақ жей алмай, күндерім тек жылаумен өтті. Жүктілігімнің кесірінен оқудан да шығарылдым. Әкем білмейді. Бұл шындықты әжем мен әпкем білді. Айы күніме жетпей қыз босандым. Тұңғыш сәбиімді 3 ай ғана емізіп, одан кейін өзге жанның қолына тапсыруға мәжбүр болдым. Яғни асырауға бердім. Анам қайтыс болды. Ауылға баруға тура келді. Мұғалім әпкем де менің қызымды асырап алатын отбасын тауып қойыпты. Қызымнан амалсыз бас тартып, барлық құжатқа қол қойдым. Іштей қайғырдым. Сол сезіммен 12 жыл өмір сүрдім. Әбден зорыққан анам өкпесінен кеткен екен. Жылап-сықтап, қара жерге тапсырдық. Ендігі үйдің роботы мен болдым. Әкемді әжем 2 рет үйлендіргісі келіп еді. Әкем келіспеді. Бауырым өте нашар болып өсті. Ешкімді тыңдамайды. Тәрбиеден жұрдай. Әжеме де, әкеме де аузына келгенін айтады. Түнімен көше кезіп, үйге ішімдікке сылқия тойып, еңбектеп кіреді. Расында көрші 2 әпкемнің үйіне барамын. Үйінде ешкім жоқта сырласып, жылап аламын. Сол қызымды сағынып, жүрегім ауырады. Солай күндерім өтіп жатты. Әжемнің қуаты қайтқандай, бірақ аузына келгенін айтады. Айтқандай сөздері сүйегімнен өтсе де шыдап жүрдім. Арада 2 жылда өте шықты. 19 жасқа толдым. Маған 2-ші әпкем, жаным-ау, қашанғы өміріңді қор қылмақшысың? Бұл үйден кет. Бәрібір әжем саған күн бермейді. Менің алыс туыс қайнағам бар, әйелінен ажырасқан. Сол кісінің етегінен ұста. Ол кісінің мінезі өте жақсы. Мұғалім болып жұмыс жасайды. Мен сен туралы сол қайнағама жеткіздім. 2-3 күннен соң үйге келеді. Ол қалада тұрады екен. Бұл сөздерді естіп қуанбадым, бірақ бұл үйден де кетуге асықтым. Ол кісі менен 10 жасқа үлкен. Сонда да ештеңеге қарамастан сол кісінің етегінен ұстадым. Қаншалықты жасы үлкен болса да, жүрегі кең, жақсы адам. Мен қашып кеткелі, әжем бар шындықты туыс-тумаларға жайыпты. Менің қарабет болғанымды ауыл біразға дейін айтып жүріпті. Күйеуім мені шын сүйгендіктен болар, оқытты. Қалаған нәрсемді алып берді. Ештеңеден таршылық көрмедім. Тіпті қызымды қайталамын дегенде де қолдаған. Бірақ мұғалім әпкем мені қорқытты. Әрі кедергі болды. Сен өз балаңды ақшаға саттым деп қол қойғансың дейді. Шыны керек, қызымнан айырылысу кезінде күйзелісте жүрдім. Тіпті қандай құжатқа қол қойғанымды білмеймін. Әйтеуір мұғалім әпкем біраз нәрселерді айтып, қызымды құшағыма ала алмадым. Оның үстіне көтеріппін. Токсикоз деген бәле бар. Арада жылдар өтіп жатыр. 2 баланың анасы болып үлгердім. Күйеуім аяқ астынан қан қысымынан құлап мүгедек болды. Оның күтімі, онан жұмыс істеп жүргенде 10 жылдан аса уақыт өтіп кетіпті. Коронавирус жайлаған кезде 2020 жылы күйеуім көз жұмды. 2 баламен жылап қалдым. 2022 жылы WhatsApp-тан таныс емес нөмір жазды. Сіз боласыз ба? Я, мен. Сіз неге мені тастап кеттіңіз? Жүрегім бірден білді. Бұл менің тұңғышым ғой. Көздерім жасаурап, тілім байланды да қалды. Қызым болса, смайлик пен сұрақ белгілерін жіберіп жатыр. Мен жауап бере алмай, тек қарап отырмын. Менен жауап алмаған қызып, менің өлгім келеді. Саған да керек емес екенмін. Бекер үміттеніп жазыппын. Сау бол деп WhatsApp-тан шығып кетті. Қорқып кеткен мен дереу звондап: жан қызым, мені кешір алтыным. Қазір қай қаладасың? Бүгін жетсем де сені алып кетемін, деп даусым дірілдей. Солай мен қызыммен табыстым. Қызымды асырап алған отбасы ажырасып кеткен екен. Сондықтан қызыма шындықты айтып, менің нөмірімді тауып берген. Аллаға шүкір, қазір менің 3 балам бар. 2-ші мәрте тұрмыс құрмадым. Тұңғыш қызымды заңды түрде қолыма алдым. Қызымды қолға алғалы өмірім
түбегейлі өзгерді. Қанша жылғы ішкі мұңым жойылды. Қызым келгелі, олардың ешқандай таршылық көрмеуін ойлап, жұмыс жасай бастадым. Кезінде күйеуім мұғалім оқуын бекер оқытпапты. Мұғалім болып жүрсем де, Инстаграм деген желіні үйреніп, зат сата бастадым. Бұның өзі біраз қаражат әкелді. Аллаға шүкір, барлығы да осы балаларымның несібесі. Кезінде әке-шешем бермеген тәрбиені, жылулықты маған күйеуім берді. Мен де балаларыма марқұм күйеуім берген тәрбие мен жылулықты беріп келемін. Тұңғышым қыз бала ғой. Өткен өмірімде сондай қателік жасағанымды, өзін амалсыз тастағанымды түсініп кешірді. Қызыммен құрбы секілді сырласамыз. 3 баламды бір-біріне өте бауырмал. Балаларым маған еш уақытта сен деп сөйлеген емес, сіз деген сөзді ғана айтады. Аллаға шүкір, осындай саналы ұрпақ сыйлаған Аллама алғысым шексіз. Бірде жұмысыма байланысты бұрын колледж оқыған қалаға бардым. Тағдырым Андреймен жолығуды жазды. Бірақ ол кезде менде ешқандай сезім қалмаған. Ол мені көре салып, бірге тамақтануға шақырды. Қалтасында көк тиыны жоқ. Адамгершілікке салынып, үнсіз шағын дәмханаға отырдық. Ол өзінің түрмеге түсіп, одан қалды ішімдікке құмар болғанын айтты. Үйленіпті, бірақ көп ұзамай ажырасқан. Өмірі анау айтқандай мәз емес. Мен өзімнің тек бақытты отбасы екенімді айттым да кетуге ыңғайландым. Ол болса, ішімдікке ақша тастап кетші деп жалынышты түрмен. Оның бұл сөзіне мән бермей кете бардым. Ол кезде күйеуім марқұм болған. Күйеуім жоқ екенін айтқым келмеді. Ал әкем қазір жалғызбасты еркек. Інім болса, неше мәрте үйленді. Інімнің мінезіне ешбіреуі шыдамай кетіп тынды. Онан қалаға жұмыс жасаймын деп інім азартный болып қалған. Әкем мен әжеміз жинағанын інім картаға тігіп жоқ қылды. Әкемді көрші тұратын екінші әпкеміз жақында бөлек шыққанда қолын алды. Әріден әкемізді қолына алғысы келмеген. Қайынатасы дана кісі ғой. Келінін шақырып алып, қызым, қартайған әкеңді қолың ал, сенің туған әкең ғой, бәрін көріп біліп жүрсің, Алла алдында сауапқа қаласың деп менің әпкемді көндірген екен. Әйтпесе әпкем анамның өмірі үшін әкемді жек көретін. Десе де қартайғанда ғана кезіндегі қателігі үшін өзін кінәлайтын әкемнің жанарындағы мұңын көрген сайын мен де әкемді кешірдім. Арада қанша жыл өткен соң ғана әкем қазір ақсақалды ата болған. Бірде екінші әпкемнің үйінде, бірде менің үйімде, екі ортада жүреді. Қыздан туған немерелеріне алаңдап өмірі өтіп жатыр. Ұлы емес, қыздары бағып отыр дегім келіп тұр. Ауылдағы үй қаңырап бос тұр. Әжем әлде қашан марқұм болған. Үлкен әпкеміздің өмірі сол қалпы. 5 баласы бар. Байығы анам сияқты робот. Мерекеде барып тұрамыз. Жылап көрісіп, жылап қайтамыз. Қайтейік енді. Сол күйеуінің айтқанынан шықпайды. Бәлкім мінезді болғанда әлде қашан байдың да, ененің де басына шығып, өз өмірін соншалықты төмендетпес еді. Бір анадан, бір әкеден туылсақ та мінезіміз әртүрлі. Інім сол кеткеннен кеткен, жұмыс жасайды, тапқан ақшасын картаға салады. Бір жылдары үйіме келген, не десем де бауырым ғой, кезінде қандай еді. Әттең азып тозып кеткен, әбден еркелікпен тоқшылықтан есірген бауырымның мұнандай күйге түсуі жүрегімді ауыртты. Әбден азартқа салынған бауырым балаларымның соткасын ұрлап кетті. Сол үшін де кешірмеймін деп айтсам ұят енді. Қанша жерден бауырым деп бір үйде тұрғым келсе де одан қорқамын. Азартқа салынған, ішімдікке әуес. Мен қыз өсіріп отырған жалғызбасты анамын, жамандық ойлағым келмейді-ау десе де бауырым адам болып өмір сүрсе де адамгершілік құндылығы жоқ. Ақша үшін үйімді тонауға әзір. Менің қаншама жинап тергенімді бірақ күнде жоқ қылары анық. Сол үшін де туған бауырымды үйге келсе кіргізбейтін болдым. Бәлкім біреулер кінәлар осы тірлігім үшін.
бұл менің ешкімге айта алмаған жан сырым. Егер де видеоны соңына дейін қарап, видео сізге ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қоса отырыңыз.